Бисмиллах, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін жент жасайтын боламын. Ол үшін бізге 250 грамм талқан керек болады. Осы талқанды жақсылап бірінші салып аламын да, содан кейін үстіне қант салатын боламын. Содан кейін бөлме температурасындағы ерітіп тұрған сары майымызды салатын боламыз. Сосын осындай сгущенка, менде 3 ас қасық салдым. Менің сгущенкам 3 желания сгущенкасы. Қандай сгущенка пайдалансаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Енді барлығын жақсылап осылай араластырасыздар. Жақсылап осылай араластырып болғаннан кейін біз формаға орналастыратын боламыз. Сіздер қандай формаға орналастырсаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Менде осындай леденцийдің формасы бар. Мен осыған салатын боламын. Енді осылай жақсылап араластырып, қолмен араластырсаңыздар да болады. Барлығын осылай ішіндегі сары майын ертіп аламын, осылай қасықтың көмегімен. Менде осындай форма, міне осыған салатын боламын қасықтың көмегімен. Осы формаға салғаннан кейін мен мұздатқышқа кішкене 1 сағаттай қойып аламын. Міндетті түрде сіздер де мұздатқышқа қойыңыздар. Жасалу жолы өте қарапайым, оңай. Үйіңізде бар заттармен осылай жасай қоясыздар. Тез дайын болатын. Шаймен ішкенге өте керемет болып шығады, жұмсақ. Біздің балалар осындай жентті жақсы көреді. Сондықтан барлығын балаларым жеп қояды. Айта кететін жайт, қыздар, менің каналымда әртүрлі пирогтардың рецептілері бар. Менің каналыма өтіп, рецептілерді қараңыздар, видеоның соңына дейін қараңыздар. Сосын міндетті түрде әр видеоларыма өз пікірлеріңізді қалдырсаңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Сондықтан пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Мен де екінші осындай формаға орналастырып жатырмын. Әртүрлі формаға салсаңыздар да болады, өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты. Мен осындай леденцийдің формалары бар менде. Айта кететін жайт, қыздар, менде леденцийдің да рецептілер бар каналымда. Жасалу жолы өте оңай, қарапайым рецептілер бар. Барлығын осыған орналастырып аламын. Менде 250 грамм талқаннан осындай 3 формаға кетті. Негізі 250 грамм талқаннан көп шығатын болады. Сіздер де осылай жасап, сатсаңыздар да болады. Заказ алып. Менде 3-ші форма осындай жүрекше формасы. Енді осыған салатын боламын. Салғанда да кішкене нығыздап, кішкене басыңқырап саласыздар. Сонда біздің женттеріміз кішкене тығыз, аралары тығыз болып, әдемі болып шығатын болады. Бір жасағаннан шығады. Сіздер де осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылай басып, тығыздап салатын боламын. Және де менің каналымды бақылап жүріңіздер. Мен күнделікті әртүрлі оп-оңай рецептілерді салатын боламын. Бір жасағаннан шығатын менде рецептілердің видеолары бар. Қараңыздар, каналымызға өтіп. Менің есімім Гүлжайнар. Ал міне барлығын салдым. Енді қалған осылай қолмен жасап жібердім. Енді кезекте мына морозиль холодильникке жібердім.
міне дайын болып қалды. Арада 1 сағат өтті. Осылай әдемі болып шықты. Жұмсақ болған жоқ, қатты болып тұр, керемет болып шықты. Енді дастарханға ұсынып, шаймен іше берсеңіздер, жей берсеңіздер болады. Осылай формасын алып көрсетіп жатырмын сіздерге. Міне оңай алынады. Міне енді сіздерге қалай сынатын көрсетейін, кішкене бөліп көрсетейін. Міне осылай болады. Көрдіңіздер ме? Бір жасағаннан шығады. Сіздермен болған мен Гүлжайнар. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар. Менің видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, сіздерге рахметімді айтамын. Сау болыңыздар.